Бұл күндерде бар жайлауларды кернеген жалғыз әңгіме бөжей асы туралы. Ас берген ел, асқа барған ел және үйде қалса да, барғандардан көп әңгімеге қанған ел тұтасымен бір жайды аңыз етеді. Сол лақап бір тобықтының іші емес, алыс жақындағы, ой мен қырдағы қалың рулардың баршасына да тарап, селдей жайылып кетіп жатыр. Абай өзі ас ошағы мен қонақ үйлердің арасында соншалық бейіл салып, сарп ұрып жүргендіктен бұл астың қаншалық ұлан-ғайыр уақиға болғанын байқамапты. Анығында бөжейдің асы бір тобықты емес, тіпті бұл өңір, бұл атырапта талайдан болмаған ас делінді. Молшылық, сый-сияпат, рет сыпайылық барлығы да үлгі өнегеге берерлік болыпты. Бүгінгі күн осындай ғып дақпыртын көрген кәрі құртаң, жігіт желең, қатын бала әрине бұл оқиғаны оңайлықпен ұмытпайды. Әңгіме етулері жаз бойы емес, күзге де, қысқа да созылады. Дағды бойынша мезгіл өтіп, уақыт алыстаған сайын бұл астың айналасына талай қоспа әңгіме, жаңсақ жамаулар да жабысады. Сөйтіп, келесі жылдарда осы аста жыққан балуан, осы аста бәйгеден келген жүйрік, осы аста жақсы айтылған қалжың, жақсы сөзбен көрінген шешен жандардың аты оқшауланып, ұмытылмай ере жүретін болады. Бұлай болатын себеп бар да, себепші бар. Ол сол ас берушілерден шығады. Ас өлік үшін ғана емес, әсіресе тірілер үшін керек. Олар өлімді сылтау етіп өздерінің абыройын, атағын, мақтаныш айдынын да асырады. Сондықтан асты кім болса сол жасамайды. Тек жуан, бай, құдіреті күштілер ғана жасайды. Өмірде кедейдің асы деген ас болмайтын себебі де сол. Ал атақтыға, жуанға, мықтыға жасалған ас сол өліктің артқы тобын тағы нықтап, мықтай түседі. Сол үшін ас бергендер өз әрекетін жаңағыдай көпке әшкерелеуге ынтық болады. Солардың даңқ беріп дәріптеуі бойынша тобықты ортасы бұдан былай осы жылдарда туған баласының жасын бөжейдің асымен санайтын болады. Ас жылы туған бала ғана емес, астан бірер жыл бұрын туған, бірнеше жыл кейін туғанды да сол астың аржақ бержағы деп асқар белден бастағандай межелейтін болады. Бөжей асының атағы сондай. Енді осы жыл түскен келін, осы жыл өлген жас кәрі, осы жыл болған құдалық, бала сүндеттеу, күйеу келу де баршасы да астың жылымен саналады. Тек адам жайы емес. Кейде кейіндеп барып атақ алатын бәйгелер болса, солар да бөжейге ас берген жылы тай еді, құнан еді, немесе іштегі құлын еді деп сөйленетін болады. Ұлы дүбір, үлкен астың осындай боп уақыт өлшеуіне айналып кететіні анық. Бірер буынға шейін ұмытылмастай есте қалатыны бар. Ерте күнде болған төренің асы, бопының асы дегендер дәл осындай боп ұмытылмай келген. Тобықты ішінің қазір мол дабыры да сонда боп, ен жайлаудың барлық тау сеңгерін, ой өлкесін қатты жаңғыртады. Міне осындай ұлы дүбірдің арасында сол асқа жақсы қызмет етіп, жақсы атақ алған жандардың аттары да қазіргі күнде көптен көп айтылып, ауызға ілініп кетті. Асты жақсы басқарған байдалы, байсал сүйіндіктер бір төбе. Бірақ көп аузына олардан да бұрын ілінген жас қана жігіт Абай аты болыпты. Айтушылар Абайды ең әуелі Құнанбаймен шайқастырады. Тоңы жібімейтін, зәрі қатты қырыс әкені Абай қатты кінәлапты-мыс. Талай мың қонақтың ішінде Абай күткен қонақтар өзгеше бір естен кетпес сый көріпті. Барлық жиынның мейірімін түсіріп, тегіс баталарын алыпты. Сондай бір жұртқа жан ашитын, жақсылықты көксейтін, ақылы кемел бір бала шығыпты. Бір талай үлкендер Зере мен Ұлжанға да көп алғыс айтады екен. Бет нұсқайтын Зере, ел анасы боп көптің тілеуін, көптің амандық тыныштығын тілеуге түскен кісі ғой. Немересін баулып отырған өз екен, бірақ ақ сүті ақталыпты десіп, бір қойысатын. Баласына өзі еріп барып, жөн жосықты үнемі айтып, талмай еңбек еткен үлгілі ана Ұлжанды да мақтасатын.
Бұл әңгіменің бәрі де абайлар ұйықтап жатқан шақтарда Зеренің ауылына жан-жақтан ағылып келіп жатқанды. Тіпті Көтібақ, Жігітек, Бөкенші жайлауларынан келген бөгде кісілер де осындайды айтып келді. Көкшені аралап, Бақанасты бойлап жүріп қайтқан Қаратай да қостап келді. Қазбаланың бойындағы бөжейдің өз ауылдарынан тараған хабар да сонда екен. Бақанас, Байқошқардың аяқ жағын жайлайтын дуаны басқа керейде тегіс солай естіпті. Абай мен Ербол үшінші күні тұрып ап, өзен бойына барып, ұзақ жуынып, шешелер үйіне шайға келген еді. Зере немересін өз қасына шақырып алып, қатар отырғызып, алдына шайын ұсынды да, айналайын қоңырқозым деп, арқасынан қағып, маңдайынан иіскеді. Ұлжан бір табаққа салған тоңазыған бас пен жамбасты Абайдың алдына қойып, мынау сенің адам болғаныңа арнап, шешелеріңнің атап сойған малы еді, жеңдер деді. Абай таңданыңқырап сөйледі. Апау, бұ ненің ақысы? Сенің кешегі күнгі еңбегіңе ағайын анжы ырзалық айтыпты. Ұйқы басып, не білдім дейсің екеуің? Жұрт мақтап жатыр, адам бопты дейді, соның ақысы. Тәйірі еңбек дейтін қай тауды құлатыппыз, көппен бірге қонақ күткеніміз бе? Бірақ әйтеуір сорлы қозының өліміне сылтау таусылған ба? Желік Ербол кел деп Абай етке кірісті. Арада 3-4 күн өтті. Бұл уақытта Ербол тағы да өз ауылдарына кетіп еді. Енді бүгін қозы жамырап жатқан кезде астындағы ақсұр атын терлетіп, қатты жүріп кеп, дөң басында жалғыз жүрген Абайды тапты. Жолдасының асығып келгеніне Абай бұл жолы жақсы үмітпен қарады. Талайдан бері Тоғжан жақтан Абайға тәуір сәлем әкеле алмай жүрген Ербол қазірде сөз бастамай тұрып, әуелі Абайдың басындағы тымағын жұлып алды да, шүйінші деді. Екеуі де іштерімен танысып, күлісіп жіберді. Жол болайын деп тұр, не қыласың деді Ербол демігіп, күліп тұрып. Сүйіндіктің кіші баласы Әділбек бүгін қайнына жүрді, ұрын кетті. Қасына Сүйіндік, Асылбек бәрі де ере кетіпті. Көптен бір сөйлесе алмай жүрем. Әділбек сезіктеніп ап, мені жақтырмайтын болған соң. Тоғжанның өзі түгіл, жеңгесіне де жолай алмадым ғой. Ал бүгін түсте барып, Асылбек отауында қымыз ішіп отырып, жеңгемен әбден кеңестім. Тоғжан сені сағынып жүр. Қайта-қайта аузына ала береді дейді. Оның үстіне жақсы атағың елге жайылып, мақтаушы жұрт екеумізге көп болысқан білем. Осы өңірдің жасында Абайға тең жігіт жоқ қой деп, жеңге мен қайын сіңілісі қоса мақтасыпты. Енді өлгенде бір, тірілгенде бір. Дәл осы күндерде барып, көздеріне бір көрінші. Соған келдім. Барлық жайды жолда сөйлесеміз. Тез, ат алғызда бірге жүр деді. Байлау осы. Абай қатты толқып, қуанып кетті. Екеуі ымырт жамыла бергенде Бөкенші жайлауы Жәнібекке тартты. Абайдың мінгені ақжал, сары жорғат, Ерболдікі ақсұр. Екеуінің шапан тымақтары да сұрғылт түсті. Жер қылаң мінген, қылаңнан киген екі жігіт кешкі салқынмен есіп жүріп кеткенде, кер бетеге боз көденің арасынан зорға көрінгендей. Түстері де, жүрістері де көзге түспей, ұрлана жүруге бейімделіп алыпты. Қара адырдың сыртымен жүрсе, Жолшыбай ел қалың көзге түседі. Екі жас жігіттің мезгілсіз түнделетіп жүргені сезікті көрінеді. Сондықтан бұлар тезектің қарашоқысын бауырлап, жазықпен тартты. Жол қашаңдау келетін болды, бірақ оны есеп қылмай, асыға жүріп, ақжал аттың қатты жорғасымен келеді. Аздан соң ай туып, аса бір тынық, жым-жырт жайлы түн жылжып келеді. Ақ дала, алыс адырлар, жеңіл, көкшіл тұманға батып, түн жібегін оранғандай. Момын, сұрғылт елсіз дүние мұңға бейім. Биік көк жапанда жалғыз жүзген жүдеу реңді жарты айға қарап, Абай күрсініп қояды. Тоғжанды ойласа, Абай көңілі де бұл шақта арылмас мұңмен жүдейді. Тіршілік бұны жігіт етіп өсіріп, жастық дәуреннің таңы атқан шақта, сол аспанның асыл, әсем нұры бұл үшін Тоғжан боп танылып еді.
Кіршіксіз таза көңілдің бар қиялы осы ғана. Бірақ екеуінің арасына өмірдің үлкен бөгеттері қарсылығы кеп төнді. Алаңсыз тілек, аласыз көңіл қол созып еді. Болмады. Бұның аяғында тұсау, оның басында ноқта. Енді міне екеуін қақ айырған еріксіздік үстінде. Бұлардың жүректері ғана бір-біріне талпынып ұмтылады. Бірақ шынжырларын сезіп, шерлі мұң мен өксік өкінішпен ұмтылады. Қарқаралыдан қайтқан соң Тоғжанға бір сәлем жолдап, көріспекті тілеген. Соған Тоғжан шыдамапты. Амалсыз ренішпен қиналып отырып, шыдамапты. Көрісерлік, не бар? Нені тілеп көрісеміз? Өзі соны сезбей ме деп жүрегіне түскен қаяуын сездіріпті. Соған Абай ем таба алмады. Рас, Ділдәні Абай сүйіп қайтқан жоқ, бірақ ендігі өмірге тағдырындай көніп қайтты. Тоғжанның да Мәмбетейдей атастырған күйеуі бар. Жалғыз-ақ ол бар екен деп Тоғжан да ынтығып тұрған жоқ. Қайта Абайды сүйгелі, өзінің қайын жұртын ойламауға тырысатын, жүрегі үркіп, жатырқап жүретін. Абай бірақ қайындап кетті. Енді қайтып көрсетпестей қиын белден асып кетті. Тоғжан сол күндерде оңашада көп жылаған, жүдеп қалған. Қатты жүрген жігіттер ел жатар кезде Жәнібектің тұсына тақады. Жалғыз-ақ жұрт жатып қалды. Көрісудің орны болмас десіп, өкініп келе жатқан. Жәнібектің кең шалғынды, мол өлкесінің екі жағасы биікше сар қабақ болатын. Соның батыс жақтағы бір беліне кеп шыға бергенде, Абайдың құлағы алыстан талмаурап келген әнді шалып қалды. Ербол да естіпті. Дәл жотаның өзіне шығып, екі жігіт аз тоқтағанда, ән айқынырақ жетті. Қосылып салған ән екен. Күзетші әйелдердің әні сияқты. Жолаушылар тау басына бөгелмей ойға қарай құлады. Ұзақ, кең өлкенің бойы жапырлаған ауылдар. Қораларының орталарында үйірім-үйірім көбіктей боп қалың-қалың қойлар жатыр. Отары өшкен, елсіз жайын аралда қатар-қатар тізілген қаз, үйректің ұяларында ағарып, дөңгеленіп жататын жұмыртқалардай боп, ай астында маңқиып, түңліктері жабық, бос үйлер тұр. 6-7 үй бір ұя, 10-11 үй бір ұя, 4-5-тен бір ұя жасап, дөңгеленіп тұрған ауылдар да бар. Осы өлкенің бойында барлық ұйқылы ауылдардың үстінен қалқып ән келеді. Жігіттер ілгері басқан сайын ән айқындап шақырып тұр. Өлкенің дәл ортасын қақ жарып өтетін кішкене өзен бар. Соның екі жағасы селдір біткен аласа тоғай. Абайлар сол тоғайды құлдап төмен тартты. Ербол енді аңғарды. Ән Сүйіндік ауылының тұсынан шығып жатыр екен. Сол ауылдың ар жағында Ерболдың ауылы. Бұлар ән айтқан ауылдың үстінен өтетін болды. Жүрістері бәсеңдесе де, әлі де ақжал аттың сумаңдаған жол жорғасымен келе жатқан. Жалғыз аяқ жолмен кеп, өткелден өтіп, торғайдың ар жағына шығысты. Кеңірек алаң бар екен. Сүйіндік ауылы көрінді. Ән енді тіпті жақын естілді. Шырқап естіліп жатқан Топайкөк әні. Абай мен Ербол бошаннан үйреніп келген жаңа ән бұл өлкеге жайылып қалған екен. Нәзік, сұлу дауысты әйелдер Топайкөктің кейбір ырғағын теріс айтады. Тоғайдан өтісімен Ербол барлық жайды тез аңғарды. Бәрекелде, мына қызықты қара. Мынау ауыл Алтыбақан теуіп жатыр деп тоқтай қалды да, ойбай, жақсы болды, тура барайық деп еді. Абай аттың басын іркіп тоқтап қап. Тұра тұр, деді. Оншалық араласы жоқ ауылға ойын іздеп келгендей, мезгілсіз баруды Абай ыңғайсыз көріп еді. Барсақта атты тастап жаяу барайық, кейінірек барайық, әуелі сіздің ауылға түсейік, деді. Мұны Ербол мақұл көрген жоқ. Әдейі келген кісі болмаймыз, есебін өзім табам, жүр деп ілгері тарта берді. Абай екі ойлы болса да Ерболға сеніп еріп кетті. Алтыбақан Сүйіндік ауылынан қашаңдау жерде кең алаңда екен. Ойынға жиылған жастар қалың көрінді. Кәмшат бөрік, мақпал шапан, жібек шапан киген қыздар көп. Араларында қынай бел,
әсем қамзол ғана киген қыздар да жүр. Шолпылары тоқтаусыз шылдырлап, көп үнге салады. Ақ шаршы, кестелі кимешектерін әсем ғып салған күлкіші келіншектер де көп. Балалар да мол екен. Жігіт жағы сиректеу көрінді. Мықты ғып құрылған биік алтыбақанда сұңғақ бойлы екі қыз әлпеншек теуіп тұрып, жаңағы топай көкті әлі шырқап жатыр. Абайлар тоғай ішінен шығып, сумаңдаған аяңмен дәл қастарына жеткенше сауықшы топ байқамапты. Алтыбақанның қасына келе бере екі жігіт ойнар көбейсін, сауық молайсын десті. Қыздар іркіліп қалды. Келіншектер екі жігітке қарай жақындап келді. Араларында Асылбектің әйелі мен Сүгірдің келіндері бар екен. Барлығы да Ерболды танып, Ербол ғой, қайдан жүрсіңдер деп, сонымен сөйлесе бергенде, Асылбектің келіншегі Абайды танып, Абай деп жарқын жүзбен амандасты. Абай ата талғанда әлпеншек тоқталып ән де басылды. Алысырақ ауылдың сыйлы жігіті келгенде, бұл топ бөгелеңдеп қалған. Алтыбақан теуіп тұрған Тоғжан мен Сүгірдің қызы Керімбала екен. Екеуі де тақап келді. Абайдың көзі Тоғжанды әлде қашан танып тұрған. Топ ішінде ұяласқандай шолақ қана амандасты. Бұл жиында барлық жұрттан еркін Керімбала екен. Бойы Тоғжаннан аласарақ. Құлағында үлкен сырғасы бар, ашық дауысты күлегеш Керімбала Абаймен амандаса сала: «Ал, ойынымыздың үстіне келіпсіңдер. Жатырқамаңдар, аттарыңнан түсіп, алтыбақан тебіңдер» деді. Өздігімен сөз бастауға ығысып тұрған Асылбектің келіншегі Керімбаланы тез қостап: «Ал түсіңдер» деп күліп қойды. Абайлар әлі де іркіліп тұр. Ербол әуелі өздерінің жайларын айтты. Мұндайда сезікшіл келетін жігіттер болады. Олар әрі қызғаншақ, әрі жорымтал, аңдағыш. Соларға естіртіп: «Мына бақанастағы көкшеге бара жатыр ек. Жолшыбай кешігіп қап, біздің ауылға қонып аттанбақ боп келеміз» деді. «Енді қонатын болсаңдар, не сөзі бар? Ойынға да араласыңдар. Аттан түсіңдер, біз бастаңғы деп жатырмыз». Тоғжан үйінің үлкендері жүріп кеткен соң, құрбылары жиылып, бастаңғы деп жатыр. Әділбектің тоқым қағары да осының ішінде. Қызығымызға ортақ болыңдар деп бірнеше қыз келіншек шын шақырды. «Түсіңдер, аттарыңды байлап, тез келіңдер» деп Тоғжанның жеңгесі соңғы сөзді айтты. Ербол осы сөзді қостап, «Ал мақұл» дей берді. Керімбала бір жеңгесіне сүйеніп тұрып, ашық үнмен қалжыңдап: «Ал енді ойынымызды суытпай, тез оралыңдар. Қайындарынан жаңа қайтқан жігіттер ғой, әндерін үйренеміз, тамақтарыңды кенеп келіңдер» деді. Жұрттың бәрі мұны жақсы қостап тегіс күлді. Керімбаланың ашықтығын, еркелігін бар жастар тұтас ұнатқанды. Абайды көргелі үндемей ойланып қалған Тоғжан күлген жоқ. Бірақ одан көз алмай тұр. Жас жігіттің үстінде желбеге киген жеңіл сұрғылт шапан бар. Ішінде ақ көйлектің сыртынан киген қара жилеткісі көрінеді. Басында көкшіл сұрғылт жібекпен тыстаған жұқа қара елтірі тымағы байқалады. Айға қарсы қарап тұрған ақшыл жүзінде жүдеулік бар. Ұнамды ықшам киім киіп, күміс ер тоқымды сұлу ат мініп, ойда жоқта келген әсем жігіт қазірде Тоғжан көзіне аса ыстық көрінді. Абай мен Ербол тез келмек боп бұрыла берді. Ақжал ат бұған шейін шыдамсызданып, оң аяғымен жер тарпып, тізгінін соза түсіп қозғалақтап тұр еді. Қазірде бір рет көлбең етіп бұлаң берді де сумаңдай жөнелді. Үстіндегі күміс тұрмандары айға қарсы жарқ етіп барып сөне берді. Ақжал аттың күлте құйрығы да ай астында күміс ағын төгілгендей жалт етті. Енді ереңдей түсіп бұлдырлап ұзап барады. Тоғжан алтыбақанның бір ағашына кеп үндемей сүйеніп, жым-жырт тұрып қапты. Қайын сіңілісінің қатты өзгерісін елден бұрын сезген жеңгесі, ол сырт көзден өз сырларын жасырам деп Тоғжанды құшақтап алды да қонаққа әзірлейтін ас жайын сөйлеген болды. Тақап келген келіншектерге ас жайын ақылдасып тұрмыз деп тоқтата жауап беріп, өзі Тоғжанның құлағына сыбырлап: «Еркем, ән сал, әйтпесе мына жұрттың сөзі
мен көзі саған қадалып тұр, уақып бол деді. Осы кезде керімбала жүгіріп кеп, Тоғжанды әлпеншекке қарай тарта жөнелді. Абай осы ғой, анықтап көргенім осы ғана, келгені жақсы болды ғой. Қайнының ән өзіне айтқызып, жақсылап үйреніп алайық, жарай ма деді. Тоғжан үндемеді. Керімбала жалт қарап ақсия күліп, сен немене, ұяламысың? Ол бір егде кісі ме еді өлгенше? Қой, ұялмаған бұйырмағандалады деген. Қайда өзі? Қазір-ақ әнін айтқызам, тұра тұрсын деп, әлпеншекке Тоғжанның қарсысына мінді де, Топайкөкті қайта шырқай жөнелді. Тоғжан іркіліп, қосылмай қалды. Керімбаланың үлкен сұрғылт көздері, әдемі қызыл жүзі, еркек күлкісі ешбір дүниеден именген жоқ. Шолпысы сылдырлай түсіп, сақылдап, рахаттанып күліп қойып, ән жалғыз өз айтты. Кеткен беттен көп бөгелмей абайлар келді. Келісімен Ербол ойынды меңгеріп, өзі бастап кетті. Керімбаланың жеңгесі Қапа, Тоғжанның жеңгесі және Ербол үшеуі Алтыбақан тебу, қонақтың жолы деп кеп, әлпеншекке Абайды мінгізген. Қыз келіншек тербетіп тұрғанда, жігіттің қарызы ән салу. Абай енді әлпеншекті теуіп тұрып, іркілместен әдемі шырқау ән бастады. Қарсысына мінген керімбала болатын. Ол жаңағы Топайкөкті айтайық деп өзі тілеген. Бірақ қосылғанда теріс айтты. Жалғыз қайырмасы емес, орта тұсында бұзып айтады екен. Тыңдап тұрған қыз келіншектер, Абайдың айтуы басқарақ, керімбала теріс айтады. Тентегім, сен теріс айтып жатырсың. Үйреніп, еріп айтсаңшы десіп керімбаланы қаға берді. Керімбала ұялған жоқ. Күліп жіберіп тоқтады да, ал ендеше, басқа бірің айта ғой. Тоғжан, ал Тоғжан, сен айт деп, ерікке қоймай, Тоғжанды жетектеп әкеп, өз орнына мінгізді. Өзі жіптің бір жағын алып, абайларды аспанға тербете бастады. Тоғжанның келгенін өзгелер де қостады. Құлаштап сермелген әлпеншекке Абай мен Тоғжан кезек-кезек биіктей түсіп, теңселіп тұрып ән шырқасты. Тоғжан алғашқы бір-екі ауыздың тұсында Абайды тыңдай айтып кеп, үшінші ауызға келгенде еркін сермеп қосылды. Бұрын жаңылыс айтып келген жерлерді керімбалада емес, оңай түзеп алды. Ербол мен өзге тыңдаушының бәрі де, жаңа түзелді, Тоғжан оңай үйренді, ән жаңа келісті, айтыңдар пәлі деп, тегіс құптай жөнелді. Жақсы жігіт, сұлу қыз, соншалық бір ерекше жарастықпен жақсы үйлесті. Тоғжан жүзі айға қарсы келгенде, Абай өзгеше бір нұр көрді. Бетіне жұқалаған қызыл сәуле беріп, іштегі терең сырдан, дос көңілден белгетті. Сағынған сүйгенінің жанына, жаны ұмтылып, айрылмасқа, кетіспекке серт еткендей. Қазіргі әсем әнмен үйлескендері бауырға кіріп, жабысып тұрып құшқаннан да жақынырақ, күштірек сияқты. Ырғағы көп, сезімді, сұлу әнге екеуі де бар шындығын тапсырып, бар сырларын бөледі. Ән айтқан жоқ, екі бірдей ынтық, жан қауышып табысқан шаттық айтты. Бар жиынға, бар дүниеге, барлық жұлдызды аспан, жарқын айға да көрші бізді кінәлап көрші дегендей. Мінсіз сырына шындап берілген Тоғжан тоқтамай айта берді. Абай бір шақта жас сұлудың жүзінің бала қуанышын көрді. Бақыт күлкісінде бір рақат, ырзалық елес беріп, Абайға қадала қарап езу тартты. Келгеніне, тапқанына сүйсініп, ішінен алғыс айтқан тәрізді. Қарлығаш қанатының ұшындай боп, айдай сызылған жіп-жіңішке қастары көтеріліп, жазылып, Абайға өзгеше бір үн қатқандай болды. Бағанадан бері соншалық көп, тілсіз сәлем жолдаған Абай, енді әннің сөзін өзгертіп алып, басқаша айтып кетті. Сағындырған ғашық жар, ынтығы іште жүрген шерлі досын кінәлаудан тоқтар ма екен. Бар дүние, бар сырын, барлық бақыт тілегін бір өзінің шұғыласына құрбан етем деп келсе, не дер екен? Сол күнде де қатты болса, қайта серпсе әділдігі, рахмығаны. Ол шақта үміт бермей өртемес пе еді, кінәламай жазаламас па еді.
сондай қаталдықты көрерлік ғашығы қанша ғайыпты еді, деген бір өзгеше сыр кетті. Тоғжан алғашқы бір аузына тыңдай ғана ерді де тоқтап қалды. Бұл сөз бұл өңірдің айтып жүрген белгілі өлең емес. Мәнін, шынын жалғыз Тоғжан өзі ұқты. Нұрлы қара көздерін төмен салып, үнсіз мүлгіп тыңдады. Абай жалғыз өзі 4 ауыз өлеңді сыры терең аққайың әнімен айтып барды да баяу ғана тоқтады. Жүрегі барлық бүркеулі шынын да, ыстық жалын сырын да осы әнге, осы арадағы өз сөзіне салған. Ол ақын боп, мұңды жар боп шешілді. Осы әннің тұсындағы Абай Ерболдың күнде көріп жүрген жолдасы емес, көз алдында өзгеше боп өскелеңдеп, самғап шыққандай көрінді. Ән басылды. Абай әлпеншектен түсті де шетірек шықты. Қасына Асылбектің келіншегі кеп, әнші екенсің ғой дегендей мақтау айтып тұр еді. Құр әдеппен жыбиғаны болмаса, Абай оның сөзін аңғарған жоқ. Алтыбақан қасындағы ән мен ойын тағы біразға созылып барған соң, Ербол тың ойын бастады. Онысы ақсүйек, содан кейін серек құлақ еді. Жастар тегіс қатты даурығып, шулап жүріп, үлкен желікпен ойнады. Серек құлақ ойынында қасқыр болған Ерболдың өзі. Ол қой алып қашатын. Абай көп қыздар мен келіншектердің арасында қалжыңдасып отырып, мен қой болам деген. Ерболдың көп есебі бар екен. Ебі шебер қасқыр болды. Әуелі 1-2 келіншекті, қыздарды алып қашып, далаға тастап, содан кейін бір кезде Абайды алып қашты. Жүгіртіп әкетіп бара жатқан жолда, сен анау шоқ талдың түбіне апарып, мені аңды. Аздан соң Тоғжанды алып қашам деді де қайта салды. Абай тал арасында тұрып Тоғжанның қолды болуын тосты. Көп күткен жоқ. Ербол алып қашты. Бірақ бұл жолы қой алу оңай болған жоқ. Көп ішінен, әсіресе Керімбала қатты айқайлап ұмтылды. Тоғжанды Абай тұрған жақтан басқарақ бір ағашқа барып, оған да бірдеңе айта салып, Ербол қайта шауып кетті. Абай бұл кезде Тоғжанның жанына қалай жеткенін білген жоқ. Екеуі қалың ағаштың арасында ай сәулесі үзіліп түсіп тұрған бір алаңқайда кездесті. Бір-біріне ұмтылып келгенде Тоғжан жылап жіберіп, Абайдың құшағына кіре берді. Жасқа толған көздерін сүйген жігітінің төсіне басып тұрып қапты. Екі иығы шошынып, қысылғандай дір-дір етті. Абай, Тоғжан, жыламашы деп, шашынан ғана сүйіп, қатты құшақтап қысып тұрғанда, Тоғжан басын жоғарырақ көтеріп, көрісейікші бір, сағындым деді. Дәл осы уақытта, Тоғжан, қайдасың, қасқырға берер Тоғжаным жоқ, жүр деп айғайлап, күліп жүгіріп келе жатқан Керімбаланың даусы естілді. Абай Тоғжанды асығып қысып, бірақ сүйді. Қызарып толқыған ыстық бетінен сүйді. Керімбаланың жақындап қалған сыбдыр естілгенде, Тоғжанның бөркін түзеп кигізді де, ертең тос, есебін тауып көреміз, келемін деді. Қалың жапырақ арасынан түскен ай сәулесі теңгедей бір жарығын Тоғжанның оң көзіне түсірді. Кірпігінде үлкен бір тамшы жас іркіліп тұр екен. Қастарына Керімбала жүгіріп келгенде, екеуі жай ғана қатар тұрған. Керімбала әдемі ақ тістерін ақсита күліп, бөркін шекесіне салып, бар денесімен бұраңдап, ойнай келіп, мұнда ма едіңдер. Қозымды қасқыр жейме десем, қойдың өзінің де жегісі келеме қалай, деп барынша шаттанып күліп, Тоғжанның иығына бетін басты. Жазықсыз ерке қыздың күлкісі сияқты. Бірақ мынандай ойдағысын ірікпейтін Керімбала қазір айтқанын көпке дейін айтуы мүмкін. Абай соны ойлап, жала жаппаңыз Керімбала, басымызға күн туып, қолды болған соң бізге не жазық бар, амал қане, мұңымыз бір болғандықтан кездесіп тұрмыз деді. Керімбала күлкісін тыйған жоқ. Әй, білмеймін, кімге салсақ та, құлқыным таза дей алар ма екен, Абай, деп сезігін айта бастады. Мына сөзі әлгіден де жайсыз. Тоғжан ашумен тыймақ болып, қойшы Керімбала, күлкінің де орны бар ғой, не деп барасың өзің деп, ұнатпай қалды. Керімбала Тоғжанға жалт етіп, ренжіп қарады. Абай бұл қызды ашумен тыймай, майда мінезбен тыймақ.
Керімбала, жұрт аузы жеңіл ғой. Ұшқары қалжың құрбыңа ауыр тиіп, жазықсыз жаманат келтіруі мүмкін. Ондай сөзге жұрт алдында сақ болу керек емес пе деді. Керімбала бұл сөзді дұрыс түсініп, қайта күліп жіберді. Қазір ұялып күлгендей. Мінезі жақсы, жүрегі таза баланың ұялған күлкісі тәрізді. Тоғжанды ренжіттім бе дегендей боп, құшақтай алып, ерте беріп. Ал енді ашуланба, ендігәрі айтпай-ақ қояйын деді. Үшеуі де топқа қайтты. Осыдан әрі көптің ойыны созылса да, Абай мен Ербол бөгелген жоқ. Ертең-ерте жүреміз деп, ауыл иелеріне рахмет айтып, асқа да қарамай кетіп қалды. Келесі күні айтқан сөздерін ақтағандай боп, екі жігіт бақанасқа кетті. Қаратайдың ауылына барып түстеніп, кеш батқанша сонда болды да, сол күні ымырт жабылып, ел аяғы басылған соң ғана Жәнібекке қайтты. Ақырын жүріп, дабырламай келді. Жер қылаң түстес жігіттерді иттер де байқамай қапты. Ауылдың шетінде отырған Ербол үйіне жым-жырт кеп түсті. Осы түн ел әбден ұйықтаған кезде Абай мен Ербол үй тонайтын ұрыларша жасырынып бұғып, ептеп басып кеп Асылбектің отауының есігіне жетті. Екеуі де киіз есікті жамылып тұрып, іштегі ағаш есікті ашудың амалына кірісті. Үй ішінде ояу жатқан әйел бар екен. Шолпы сылдыры естілді. Кәрі кісі болмау керек. Бұл үйде шолпы тағарлық екі-ақ кісі болуға лайық. Оның бірі жеңге, бірі Тоғжан. Ойлағандай жақын адам жігіттерге ақырын деп сыбыр етті де, есікті өз ашты. Үй іші қараңғы. Жігіттер үйге кіргенде жаңағы дауыс тағы сол сыбырмен Абай деп дыбыс берді. Абай қолын созды. Кимешегі бар жеңге екен. Абайды қолынан ұстап төрге қарай жетектей берді де, артына шала бұрылып Ерболға: "Сен қайта бер, өзі барар" деді. Дұрысы сол еді. Ербол ақырын басып қайтадан шығып кетті. Абайдың ілгері созып келе жатқан оң қолы жібек шымылдыққа тиген кезде, алдынан қарсы қозғалып келе жатқан Тоғжанның ыстық саусақтары мұның бетіне тиіп еді. Екеуі де шапшаң ұмтылысып кеп, қатты құшақтасты да, ұзақ-ұзақ сүйісіп, үнсіз жабысып тұрып қалды. Дірілдеген демдері қосылып, ыстық еріндері енді айырылмастай табысқанды. Тып-тыныш жаздың таңы сар жабақтан баяу атып, түріліп келе жатқан шақта Абай мен Ербол Жәнібектен жөнеле берді. Аз ғана жүріп, қарсы қабақтан асты. Ай батқан жұлдыздар да сиреп, бір-бірден сөніп жатыр. Боз көденің арасынан үркіп ұшқан торғайлар аспанда бап, қалықтап тұрып, сайрай бастады. Абай жүрегі де сыр мен жырға толы. Жеңіл тымақтың бір құлағын жымырайта киіп, сары жорға аттың жайлы бір жүрісіне салып, Ботақанға қарай беттеп келе жатып, ән бастады. Ауылдан бір талай ұзап кеткен соң, Абай барлық ашық сұлу даусымен аса бір сезімді ырыққа салып, көп жырлады. Жүрегін толтырған қуанышта, назды мұң мен толқынды ыстық ойда барлық пердесіз, қытықсыз шыңын осы әнге табыс еткен. Сөз де бөлек. Қайдан шыққан, қашан айтылған, қандай нәзік жан осындай боп бар шынымен сүйе білген. Мәлім емес, шырқап келеді. Бір тоқтамай, мүдірмей, соншалық бір шебер жүйрік тіл тауып, жыр самғайды. Қандай жолмен, қанша жүргенде білмейді. Бір шақта Ботақан ошағында отырған ауылдардың төбесі көрінді. Абай сонда ғана ән тоқтатып, Ерболға қарады. Жолдасы Абай күйін ұққандай боп, жымиып қана күліп, сүйсіне қарап келеді екен. Абай атының басын іркіп, тоқтаңқырап тұрып, Ерболды ат үстінен құшақтады да: "Ербол, сынама мені. Өмірде атын ғана есткенім болмаса, бақыт деген не, шын шаттық деген не? Дәл осы түнге шейін соларды таныған да, татқан да емесем, несін айтасың? Көріп келесің, жайым, барым сол емес пе?" деді. Осы күннен соң аз уақыт ішінде Жәнібек жаққа Абай тағы барды. Бірақ өз қызығының жақсы дәурені біткен екен. Асылбек, Әділбектер қайтып кетіпті.
Келісімен Әділбек суық сөз естіп сезіктенген бе, жаман бүлініп, жеңгелерін де, малшы көршілерін де қатты бүріпті. Ауылына өлердей сақ аңду қойып, әлдегімге өшіккенін айтыпты. Аяғын Жәнібекке қара басып көрсін, тірі кетпейді деп кесісіпті. Жол қиындап, жарық айды бұлт басты. Онсыз да араздығы көп елдерді енді мынадай іспен өшіктіру аямастық сияқты. Амал құрып, тағы да бір айықпас қасірет келді. Осы кезде ел жайлаудан қайтып, ауыл-ауылдың аралары қашықтап кетті. Абай өзін-өзі не күйде, не деген делсалдық дерт үстінде жүргенін аңғара алмай жүрді. Бар дүниеге гүлі солған, шырағы сөнген тұлдырдай қарап, жүдеп кетті. Әке-шеше өздері ұйғарып, бұйырды да, мұны тағыды да қайынына жүргізетін болды. Жалыны да жоқ, тілегі де жоқ сұлық көңілмен Абай көне берді. Айдалып кеткен кісідей Қарқаралыға кетті. Бұл жолы ай жарым жүріп Ділдәні алып келді. Бұл уақыт елдің қыстауға қонатын шағы. Өз ойының әуресімен жүріп және қайындап кетіп, Абай ел ішінің жайларынан оқшау қалған екен. Осы күзге Құнанбай тағы да бір топ жанды қырына алыпты. Ендігі кезек Құлыншақ ауылынікі. Анау кездегі бәле басы сол деп көшіп кетті. Жауға кетті деп, бұларға көптен тісін басады екен. Жер жағдайы мен күздігіні өз қыстауларына қарай көшкенде, Құлыншақ ауылы Құнанбайдың қасына кепті. Келгенде, былтырғы тобынан жырылып, жалғыз ауыл болып келіпті. Абай қайтып келгенде Құнанбай сол Құлыншақтың Садырбай, Наданбай деген екі баласын Жетісуға жер аударып жіберіпті. Мұңсызбайды кепілде болсын деп, Жақып ауылының шетіне қондырыпты. Құлыншақ Манаспенен жалғыз үй қалған. Баламды ұрдың, інімді масқараладың деп малдарын да тізіп алып, айып анжыны да баса салыпты. Ағайын еш жиярлық мезгіл бермей, ара түсердің бәріне білдірмей, бір-ақ күннің ішінде осыны естіпті де, баяғысынша түк болмағандай, ақсарбасын, көкқасқасын айтып, ру басшыларын жиып, қонақасысын көпіртіп жүре беріпті. Абай қайтып келгенде жұлысқан тартыс жоқ, бірақ ауыл үй ағайын арасы тағы да томсарған наразылыққа, бітеу жараға толы екен. Қияда Абай үйленгелі бірнеше жыл болды. Ділдә түскен жылдың келесі көктемінде бұлардың үлкен баласы Ақылбай туды. 2 жыл өткенде Күлбадан деген қыз туды. Ол бүгінде бірден асты. Қазір Абай 3-ші баланың әкесі болғалы жүр. Ділдә 2 қабат уақытында бірнеше айдай ауру адам сияқты болатын. Ас батырмау, бас айнала беру, ағарып жүдеп, төсекке жантая беру мұның салты болып алған. Аз жылдың ішінде бірнеше баланың әкесі болса да, Абай әлі өзінің осы халіне үйреніп болған жоқ. Оған үйлеріндегі үлкен шешелер де себеп болды. Ақылбайды Ұлжан өзі бауырына салып, өз баласы қып алды. Тілі шығып алған Ақылбай бұл күнде Абайды әкем екен деп білмейді. Жай, анда-санда ас басында көрініп кететін көп үлкеннің бірі бөгде таныстай көреді. Абай да оны ыстық көріп, бой тартқан емес. Өйткені, ол бала мұның жастығына зорлық еткендей боп, тіпті ерте туды. Ең алғаш 17 жаста Абай әке болды. Үйленудің өзі бір тәңір құдіретіндей амалсыздық күн еді. Соның артынан еш жиғызбай, ілесе келген әкелік, тіпті бір мазақтай, қатал, зорлықтай көрінген. Алғаш Ақылбай туған күні қалиқадай жеңгелер, балалы болдың, енді міне сен әкесің, қайырлы болсын десіп, күліп қамалаған болатын. Сонда Абай бір ұялып, бір қиналып, не қыларын білмей, атына мініп кетіп қалған. Ауылына 3-4 күн өткенде бір-ақ оралып еді. Кішкене Күлбаданды да Абай әлі танып болған жоқ. Ол да күні бойы шешелер үйінде, солардың бауырында болады. Ділдә бейнелес, ақсары, мазасыз қыз кеш болғанда ғана отауға келеді. Абайды әкелікке еріксіз көндірем дегендей боп, Күлбадан түні бойы ұйқы бермей жылайды. Сонысының өзімен де ол жас әкемен екі арасын бітімсіз қып қойды.
Тыныш ұйқыдан кісіні шаяндай шағып оятады деп, абай оны саршаян дейтін. Қазір сол саршаян тағы да жылап отыр. Кеш батып, үй іші қараңғы болса да, ділдә от жақпапты. Өзі шымылдықты түсіріп, биік төсектің алдына көрпе жастық салып жан тайып жатыр. Күлбадан шешелер үйінен жаңа келіп төсекке жатпай, қиғылық салып отыр екен. Абай бір топ кісімен үйге кірді. Тыста боран. Бұлардың үстері тегіс қалың, қар қырау. Үйге шұбатыла кіріп, мол аяз алып келді. Тыстан кірген суық пен көп кісінің дабырынан тынышы кеткен ділдә басын көтерді. Абай тымағы мен шегінің қарын қағып жатып, ділдә, жарық жақсаңшы, тыйсаңшы мынау мазасызды, болмаса апарып тасташы анау үйге деді. Ділдә жарық жағып, шымылдықты түріп қойып, қонақтарға көрпе салды да, күлбаданды қолына алды. Күтуші қызыл келіншек отауға кіріп, ділдәмен сыбырласып алып қонақтардың қамына кірісті. Бұл қонақтар Абайдың қазіргі уақыттағы жолдастары, жас жігіттер Ербол, Жиренше, Асылбек және Базаралы болатын. Орталарындағы үлкені Базаралы. Сол төрге шығып шешініп отыра беріп, жаным-ау, мына Құдайдың күні қайтеді, тағы боран, әлі боран, жұтаттау, ақсүйек қып жұтаттау, ел сорлыны деп, уайым айтып, ұзын қара сақалын ұстап ойланып қалды. Еңгезердей мол денелі болса да, аса сымбатты, нұр жүзді Базаралы қазір 30-ға жаңа ілінген. Ақ елтірі ішегін желбегей жамылып отырып, таңдайын қақты. Ділдә дөңгелек үстелдің үстіне шам әкеліп қойғанда, жігіттер айнала отырды. Бұл кезде Абайдың да денесі ірілеген, жауырынды, сүйекті боп қалған екен. Бойы ортадан биіктеу, сүйегі ірілеумен қабат, бұлшық еттері де толып, бар мүсіні балғын, кесек тартыпты. Бет пішіні де денесіне лайық дөңгеленіп, ірілеп қалған. Ұзынша қырлы мұрны көтеріңкі, үлкен. Жазық биік маңдайы шекесіне таман келгенде дөңкілдене түсіп кең көсілгендей. Қыс суығынан бет мұрны тотықса да, келбетті маңдайы ақшылданып, айқындап тұр. Отты сұлу көздерінің ақ қарасы әлі де таптаза. Көзінің сыртқы шарасы томпақтау және ұзынша біткен. Жіп-жіңішке боп кең созылған ұзын қастары да мен ойшыл, отты көздері Абайды өзге жұрттың ішінен оқшауырақ етіп тұрады. Жақсы туыс белгісі сияқты. Әлі ұзармаса да, теп-тегіс боп тебіндеп шығып келе жатқан қоңырқай мұрты бар. Барлық тұлғасы сай келген қара сұр жігіт, сонау сұлу болмаса да, ұнамды, сүйкімді. Оңаша отауға іріктелген жас жігіттер бұл кешті көңілді өткізсе керек. Бірақ жаңа орнықпай жатып, Базаралы айтқан уайым сөз бәрінде ойға салды. Бұл жиынның Базаралыдан басқасы 3 күн жүрген. Базаралы осы кеште ғана тау жақтан келгенді. Қалың ел, көп қыстаулар сонда. Абай сол жұрттың жайын білмек боп. Немене, жұрт өзі қауыртпа, жоқ ойдым ба, көлемі қандай деп сұрады. Асылбек, Жиренше, Ерболдар да Базаралыға қадала қарап хабар күтті. Анық жұт жаппай келмей ме? Бұл соның өзі ғой. Ел дегенде көпті айтамыз да, көп қысылды ғой. Мына боран айықпағалы міне 3 күн болды. Жыл мойны жақын ба деп дәме қылысып еді. Көкек аяқтап мамырға да тақадық. Бірақ ақпан қаңтардай боп әлі қақап тұр. Енді не қалды деп Базаралы түңіліп отыр. Қырылып жатқан қой ғой. Ал мына әрі қара жағы қалай? Шыңғыста одан да үміт бар ма екен деп Жиренше, тым құрыса өзге малдың аман қалары болар ма екен деп еді. Тобықтының малы жылқы мен қой емес пе? Әрі қара дегенде сиыр болса, ол кесел қойдан да жаман. Түйе де жұтқа осал неме ғой. Әйтеуір, қолдағы малдың аманы болмас, деді Базаралы. Шай үсті мен барлық осы іңірде жігіттердің әңгімесі елдің бүгінгі қысталған халі туралы болды. Мал жұты ғана емес, көпшілік, кедей көпшіліктің ашаршылыққа ұшырай бастағаны да білініпті. Соғымы тәуір,
ауқатты ауылдарда шыңғыс ішінде ас су іздеп шұбыра бастаған нашарлар да Базаралы көріпті. Мұндайлардың алды осы Жидебайға Абайдың шешелерінің үйіне де келіп жатқан. Бірер асым ет, бидай тары болса сұрастырып, көмек әкетіп жатқан кемпір шалдар барды. Жұттан аман қалар ел бар ма? Қазірде тың тұяқ тұрған кімдер дескен уақытта Базаралы: ат төбелінде аз ауылдар аман болар. Ырғызбай, Көтібақ, Жігітек, Бөкенші ішінде жақсы қыстау алып, жерді мол басқан ауылдар әзір қысылған жоқ деді. Әсіресе Ырғызбай іші аман, қыстаулық жері сайлы. Күзден қалған пішені де бар деп, Ербол жаңада өзі көрген жайларын айта бастады. Бағанадан бері үнсіз ойланып отырған Абай, жалғыз Ырғызбайдың амандығы кімге медеу, кімге дәрі деді. Базаралы Абайдың бұл сөзін ұнатып қалды. Әйтеуір, күші бардың күйі бар болады екен. Құнекең әперген жер Ырғызбайды сақтайтын көрінеді ғой. Абай қабағын түйіп, жалт етіп Базаралыға қарап: Тәңір-ай, тартып алып жетіскеннің несі сөз? Ырғызбайдың иемденіп отырғаны жер ме? Көрінеу көздің жасы емес пе? Асылбек пен Жиренше Абайдың мынау ашық сынына қатты сүйсініп күліп жіберді. Япыр-ай, Абайжан-ай, көптің көңілінде жүрсе де, аузы бармайтын сөзін өзің айттың-ау деп, бағанадан бері уайыммен отырған Базаралы да жадырап қалды. Бұл жігіттер Абайдың әр жайдан шындасып, сырласатын досы есепті. Әсіресе Ербол 5-6 жылдан бері Абайдан айырылмайтын үзеңгі жолдасы боп алған. Сол арқылы Жиренше Асылбек те Абаймен әбден жақындасып, қысы-жазы көп араласа беретін. Құнанбай болса Абайдың дәл осы жігіттермен достығын сүймейтін. Сырттан бірнеше рет қатты сөйлеп, ылғи кешегі жау ауылдардың бөлтіріктерін жиып апты, дос тапқан екен деп, тыжыртып, жақтырмай жүретін. Бірақ Абай өзі әке мінездерін сынағыш болғаннан бері, сол әкеден қорлық көрген елдің қай-қайсының болса да сөзғар деген адамдармен сырласа, сөйлесе, әке мінездері, ел күйі, көптің мұңы сияқтыны толық ұғынып, кең түсіне бастаған. Абайдан 2-3 жастай үлкен болса да, Жиренше, Ербол, Асылбектер бұл кезде әбден жақын құрбы-құрдастай боп, өз маңдарындағы үлкеннен, кәрі құртаңнан есткен шер уайымды да ірікпей айтып келе беретін. Жалғыз-ақ мұндай бел шешісіп кеңескен сөздеріне Базаралы бұрын көп араласқан жоқты. Ол өзі осы жұттың бұл өңірдің еліне аса қатты тиетін бір себебі Құнанбайдан деп білетін. Жол бойы көріп келді. Құнанбай оң қараған жуан ауылдар Ырғызбай ішіне малдарын айдап апарып, сонда жан сақтап жатыр. Ал Құнанбай адам деп санамайтын аз ата, сансыз атсыз көпшілік болса, малы қайда барарын, басы қайда қаларын білмей, сендей соғылып жүр. Өз ішіне талай түрлі ызалы, наразы ойлар жиса да, Базаралы әлі ешкімге тіс жарып айтқан жоқты. Енді Абайдан жаңағы сөзді естіген соң шешіле түсті. Көп ауыртпалықтың түп тамырларын қазбалап кеп, көпшілік сорлы ғой. Санда бар да, санатта жоқ. Егесте сойыл соғар, еседе құм қабар. Атаусыз, жоқтаусыз кеткені ғой. Бүгін міне, әппақ сүйек боп қырылғалы отыр. Кешегі жақсы басшы дегендердің қай-қайсысының қабырғасы қайсар екен. Көрерсіңдер ертең, кім қынжылар, кім болсар екен деді. Абай Базаралының өзгеден бөлек мынадай қамқор ойларына ішінен таң қалды. Жалғыз жүрсе де Базаралы ел дауын шешен қып айтып, түпкірлеп ойлап жүрген сияқты. Өзі батыр бейнелі, өзі әнші, шешен Базаралы үлкендер сынынша бір тентек, сотқар көрінуші еді. Жалғыз жайылған сыйымсыз, аузының дуасы жоқ, ащы тілдің тыйымсызы боп аталатын. Қазірде Абай байқаса, мына Базаралы ол емес. Жұрт жайын ойлап, жабырқау тартқан жастарға Базаралы: жігіт болсан, жігерің болсын, мынау шұбырған елге пана болыңдар, малың аманда, жаның сақта. Әншейінде есе бермесе, ең болмаса осындай қысылған күнде артығынан үлессін, жерінен жайылыс берсін, қыстау қорығынан пана берсін көпке, үлеске салсын жиған қорын.
елден ерек аман қалған Құнекең, Байсал, Байдалы сүйіндіктермен тұтас ырғызбай кімге тұлға болады? Бар ел жүгін ұстап қалып, аштан шұбыратын күн болса, тіпті оларды аманда отырғызбайды. Жер мекеніне босып кетуден бұрын, ең әуелі осылардың өзінде барды ұйпап кетпей тұра ма? Мұны ап-аман қойып, өздері ауған қояндай құр жосып кетсе, оның тіпті елдігі қайсы? Қысқасы, ел кетпейді, кетсе тек кетпейді деді. Бұл сөздер барлық жиынды қатты ойландырды. Асылбек, Базаралы дуанының кейбір жерін теріс деп білген. Жұт деген киіз туырлықты қазақтың атам заманнан бергі зәулісі емес пе? Жалғыз бүгінгі күннің адамынан боп отыр ма? Сыңар езу кетіп, бір-ақ жаққа салмақсап отырсың. Осының оғат деді. Базаралы дауласайын деген ойда емес. Көңіліндегі өзі ұғынған наразылық бетінен қайтқан жоқ. Асылбектің сөздерін әкең сүйіндіктен келе жатқан жалтақтық қой деп жақтырмай тыңдады. Асылбекке ажырая қарап басын изеп қоя салды. Жігіттердің осы әңгімесі аяқтала бергенде аязды тыстан 3 кісі кеп кірді. Үстері қар, сақал мұрттары сіреу болған. Алдыңға келген сеңсең тымақ, көне тонды, ұзын бойлы жолаушының кірпігіне шейін қырау тұрып қалыпты. Бұл келген бөкенші Дәркембай мен соның 2 кедей көршісі екен. Абай Дәркембайды танып, шешініңдер деп еді, Дәркембайдың жүрісі тығыз екен, шешінбеді. Бұл Дәркембай анау жылы Тоқпамбетте бөжей сабалатында Құнанбайды атам деп мылтық оқтаған кісі болатын. Сол төбелестен бері тобықты іші болсын, әсіресе Құнанбай айналасы болсын, оның сондағы ісін есткен. Барлық ырғызбай Дәркембайды содан бері көзге түрткі қып, шетке қағып, қырына ала беретін. Абай шаруасын сұраған соң Дәркембай іркілген жоқ. Шырағым Абай, қарындасқа қайырымы бар бала деп естуші ем. Сондықтан кеп отырмын. Болмаса, анау Тәкежандай десем келмесем. Басыма күн туып келіп тұрмын. Мынау 2 көршіммен үшеуміздің үйлерімізде жиыны 20-30-дан тұяқ бар еді. Сол азын-аулағымызбен бірге пана таба алмай ығып, бүрісіп кеп отырмыз. Жерімізде қылтанақ жоқ. Қойларымыз бұрала бітті. Қазір осы Мұсақұлға жеткенше 5 қой үсіп өлді деді. Өй, Шыңғысқа неге тартпадың? Тым құрыса, тау панасы бар ғой деп Асылбек сұрай бастап еді. Ойбай-ау, боран Шыңғыстан соғып тұр. Өзі титықтап тұрған мал қарасы баса ала ма? Және Шыңғысқа қайда? Біреу қайда? Мынау Мұсақұл, Жидебай, әрі ыққа қарай, әрі жақын, және иелері бейіл берсе, бұл Мұсақұл, Жидебай, Барақ сияқты 3 қорық, талай қора қойға пана емес пе? Қарын аршысам да өлтірем бе? Шидің іші қойға пана ғой деп, бар үміт қып келгенім осы еді деді. Абай Дәркембайдың жайын танып отыр. Дұрыс кепсің, ал жая бер. Енді несін сөз қып кеп тұрсың? Оның рас, қарағым. Бірақ жаңа кеш бата сол Мұсақұлға зорға кеп жетті бек. Алдымыздан Тәкежан шығып қайта қуды. Қасында әлгі Жұмағұл дейтін қампезер бар екен. Басымызға қамшы ерді. Кет деп жатыр. Бар талшығымды қырам ба осымен? Қырар болсам, тым құрыса, сен білсін. Аш-арық ағайынның опқа түсіп жатқанын сол көрсін деп келдім. Абай Дәркембайдың осыдан арғы сөздерін тоқтатып, тез байлау жасап, Ерболға қарап. Ербол, жылы кейінде атқа мін. Дәркембайға еріңдер мынаның қасына. Осы арадан азық алып кетіңдер. Ділдә, тұр деп Абай келіншегіне бұйрық етіп, мына кісілер ашықпастай қып, ет, азық әзірлете бер деді. Ділдә лезде тұрып шығып кетті. Абай Ерболдан Тәкежанға сәлем айтты. Қумасын, қазынасын жемейді. Мынаның аз ғана малына жайылыс берсін, және Жұмағұлды тыйсын деді. Ербол тез киініп алып Дәркембайларды ертіп жүріп кетті. Тәкежан бұл күнде Мұсақұлды қыстайтын. Ол Абайдан бұрын үйленіп, сол жылы енші алып, бөлініп шыққан. Қазір өзі аса малқор да және әсіресе жер қорғыш қызғаншақ болатын.
Жұрт көзіне түспейтін жер болса, тіпті осы мына үлкен шешелерінің өз ауылынан жайылған малды да қуып тастап отырады, деп барлық көрші малшылар қайран болушы еді. Абай Тәкежанның сол мінезіне биыл естіп қатты наразы болып жүретін. Көріссе суық амандасатын. Түнделетіп, борандатып кеткен Ербол аз уақытта қырауланып, ызаға толып қайтып келді. Қысқалау тығыз қара сақалына қар тығылып, шал беттендіріп алыпты. Үлкен жуан тұмсығы қызарған, қоңырқай өткір көздері жиреніш, реніш сазын жасырмай білдіріп тұр. Тымағының бауын шешпей, бір тізерлеп отырып сақалының қарын аршып жатып. Тәкежаннан күткенше, Тәңірден күткен жақсы ғой. Мұсақұл Жидебай бараққа мен мал түсіртпеймін деп Жұмағұлды қайта жұмсады. Сабап-сабап айдап таста Дәркембайды деп көзімше бұйрық берді. Жұмағұл Құдай ұрған сол сөзді арқаланып, жаңа менімен ілесе шауып келіп, әлгі Дәркембайдың қойын сойылдап қуып жүр деді. Дәркембай ше, ол енді қайтеді? Түн ішінде мына боранда қайда барады? Қуғында өлгенше Жұмағұлдың қолында өлсеші деп үйдегі жігіттер жаман ширықты. Ербол тағы бір көргенін жеткізіп, Жұмағұлдай ит болмас қампезер. Елді қан қақсатып жүретін атшабарлыққа жаратқан ғой өзін, кәпірдің. Тым құрыса, сен аял берсеңші таңға шейін, тоқтатсаңшы дебем, өзіммен ерексіп, аузына келгенін айтты деп тоқырап қалды. Ербол бар естіп, бар көргенін айтқан жоқ. Тәкежан Абай туралы қатты сөйлеген. Жұмағұл Ерболдың өзінде сабамақ боп ұмтылған. Бірақ сол кезде Дәркембай қаны қайнап қатты ашуланып, енді тек қолың тарт, болмаса екеуміздің біріміз қан жоса боламыз деп араға түсіп барып Ерболдан бетін қайтарған. Бұл жайларды Абайға айтса, екі туысқан арасына от тастаған боп саналатыны тағы бар. Өз басы ондай жанжалды сүймейтін Ербол мұндайда тартыншақ болушы еді. Абайды ұшқары істерге арандатпаймын дейтін. Ондайын артынан біліп, неге айтпадың деп күйіп сөйлеген Абайға бұл сырын ашпайтын. Өзінше Абайдай жақсы досын, тату жолдасын сақтағаным деп білетін. Бірақ қазір оның ішіне іріккен үлкен ашуы Абайға ап-айқын боп білініп тұр. Жолдасына сыр мінез болғандықтан Абай қазір айт деп қысқан жоқ. Тек жаңағының ар жағында жатқан басқа зіл бар екенін танытты, аса қатты долданып кетті. Екі беті бір сұрланып, бір қарауытып, түнеріп алды. Азғантай уақыт шұғыл ойланып, Ерболға оқтай қадалып, кірпік қақпай түйіліп отырды да, бір сәтте атып тұрды. Базаралы Асылбектер Абайдың байлауын ұқпай аңтарыла қалды. Абай демі дірілдеп, тістене сөйлеп, тұр Ербол, менімен бірге жүр деді де, өзі шапшаң киіне бастады. Жеңіл күпі кие сап, шарт буынып, қолына қамшы алды да есікті қатты ашып, атқып жөнелді. Ербол артынан кетті. Қамшы алғаны үйдегілерге Абайдың атқа мінбек болғанын білдірді. Тыста екі көк ат ерттеулі күйде бораннан ықтап, қораны жанасалап тұр екен. Абай ең жақын тұрған біреуін шешіп жатып жолдасына, сен де мін дей салып, өзі лезде қарғып мінді. Көк атқа қамшы басып ақ боранның ішінде құйықтыра шауып кіріп кетті. Бұл кезде Жұмағұл Дәркембайлардың 50-60-тай аз ғана қойын шоқтай иіріп, тірсекке сабап қуып жүр. Іштеріне талай күннен нәр түспеген бүрсең қойлар қашайын десе де жүгіре алмай, ұйлығып, сығылысып жүр. Қойдың жылдан баспағанына зығыры қайнаған Жұмағұл иесінен бастап боқтық астына алды. Артынан еріп келе жатқан жаяу шұбырған Дәркембайларды бірде-бір құлаққа ілмейді. Қуғыннан, бораннан және бүгін кешкі аш жүрістен әбден титыққан 4-5 тоқты омақата жығылып, тұра алмай да қалды. Дәркембай қаны қайнап Жұмағұлды ұстайын деп ұмтылып еді, аты жарау, өзі сарқынды Жұмағұл маңайлатпай жосып жүр. Қойдың бір шетінен екінші шетіне қарай омауырлап кеп тиіскенде атының тізесімен буаз саулықтарды домалатып та кетеді. Жазықсыз жаулық көрген сорлы мал тілек тілей білсе, бұл түнде мынандай қамалып тұрған қастық ортасында өлімнен басқаны тілеместей. Жұмағұл бағана келгеннен бері боқтықтан тыйылған жоқ.
Майбасар старшындықтан түскен соң Жұмағұл атшабаршылықтан да қалған болатын. Піштірілген сәуріктей боп діңкесі құрып жүріп еді. Жанжал мен төбелес Құдайдан ақсарбас айтып тілесе де қолына түспей, Жұмағұлдың мысы құрып жүреді, деп Жорға Жұмабай мысқыл ететін. Бірақ осы соңғы жылда Жұмағұл орнын тапты. Оны Тәкежан жолдас қып алды. Рас, Тәкежан қолында әмір, құдірет жоқ. Бірақ қыс пен күзде жер қоритын әдеттері бар. Сонда маңайдағы малы аз ғана, күші кем, адамы момын ауылдарға Жұмағұл мен Тәкежан атшабар мен старшыннан кем тимейді. Малшыларды сабайды, мал қуады, ат ұстап алады. Ағайынды көп жалындырып, жалпетек ететін талай істері барды. Өздері онсыз да бәле тілеп жүрген Жұмағұлдарға дәркембайларды қатал Құдай өздігінен айдап кеп бергендей болды. Бұларға күні түсіп отырған кім десеңші? Ол әншейін де Тәкежан Жұмағұлдың тістерін басып жүретін дәркембайы. Жұмағұлды аттандырар жерде Тәкежан дауыстап тұрып, дәркембайды қолыма береді екен, ата дұшпаным дәркембайды деп кіжініп қалған. Соны есіне түсірген сайын Жұмағұл арық қойларды бастырмалатып, домалатып кетеді. Осындай боп айықпас бораннан да бетер, қатты кәр ғып жүрген кезінде-ақ боранның ішінен шапқылап кеп шыққан екі көк атты көрінді. Қылаң аттар боран ішінде дәл жасырынып келгендей бопты. Жұмағұл бұл уақытта аш қойлар мен дәркембайды боқтағанын місе қылмай, тіпті дәркембайды арғатасы сонау бөкеншіден түсіп, соның атын атап, құлдилатып жүрген. Боз аттылар келе бергенде зілін қатайтып, тағы бір қатқан қойды қағып түсірді. Асығыс жүрген аттылар үн шығармай, дыбыс бермей, тұп-тура қоян қолтық келді. Не жөн сұрап, немесе ашу айтып ұрысқан да жоқ. Тек қана алдыңғы атты екпіндеп кеп, қой мен Жұмағұлдың атының екі арасына кие берді де шылбырдан алды. Жұмағұл ашу шақырып тебіне түсіп, қамшысын оңтайлап беріп еді, осы кезде Абай ақырып жіберді. Аш көзіңді, жауыз, деді. Жұмағұл Абайды тани берді, бірақ танысы жаудан бетер боп шықты. Үн қатқанша аял болған жоқ. Абай оң қолындағы қамшысын құлаштап, қайырып алып, Жұмағұлды қақпастан тартып жіберді. Жұмағұл тебініп құтылайын деп еді, шылбырын Абай сол қолына орап апты. Тапжылтпады. Екеуінде де үн жоқ. Абай аямастан тағы да батырлатып жөнелді. Қолы қатты, қамшысы сойылдай тиіп барады. Бұл қорлықты көргенше өліп бағайын дегендей боп, Жұмағұл Абайдың өзіне ұмтыла берді. Бірақ дәл осы кезін баққан Ербол әзір тұр екен. Атын қатты тебініп жіберіп, кимелеп кеп Жұмағұлды жауырынынан ала түсті. Бұл уақытта, уа Құдай, тілеуің берсін. Бәсе, бір адам баласы да бар шығар-ау. Жанның бәрі қасқыр емес шығар-ау. Құдай-ай, бер әкелші деп зар қағып жүгіріп кеп дәркембайда жетті. Жұмағұлды жағадан алып, бір-ақ жұлқып, күпсек қардың үстіне доптай түсірді. Абай сол арада қойды кейін қайыр деп